Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы. 141-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қағаз ақша. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды ажыратасың және түрліше төлем жасауды үйренесіңдер. Алдымен ой ашар тапсырмаларын орындайық. Бұл жерде логикалық тапсырмалар берілген. Мұқият оқып, дұрыс шешім шығаруға тырысыңыздар. Бөлменің 4 бұрышында бір мысықтан отыр. Әр мысықтың алдында 3 мысықтан отыр. Барлығы бөлмеде неше мысық бар? Асханаға 100 килограмм пияз және одан 3 есе артық картоп әкелінді. Асханаға неше килограмм картоп әкелінді? Бір жанұяның 5 ер баласы және олардың әр қайсының қарындастары бар. Жанұяның қанша баласы бар? 45 минут сағаттың қанша бөлігі болып табылады? Балалар, бүгінгі сабағымызда біз мұздықтар туралы танысатын боламыз. Мұздық дегеніміз мұздың қозғалмалы шоғыры. Жоғарысында қардың жинақталуы мүмкіншек, қардың шегі деп аталады. Жердегі мұздықтардың жалпы ауданы 16,1 миллион километр квадрат, немесе құрлықтың 11%-ын құрайды. Мұздар тұщы су қоры. Мұздықтың жамылғы мұздық және тау мұздықтары деген түрлері бар. Жамылғы мұздық дегеніміз жазық жерлердегі ұлан байтақ жерді алып жатқан мұздықтар. Ал тау мұздықтары дегеніміз тау шыңында жиналған мұздықтар тобы. Енді балалар, қазір мұздықтар туралы есеп шығарайық. Балалар, берілген теңдеулерді дұрыс шешсеңіздер, мұздықтардың аттарын анықтай аласыздар. Келесі тапсырма тауардың бағасы, саны, құнын анықтауға берілген тапсырма. Формуланы еске түсіре отырып, тауардың құнын анықтаймыз. Келесі тапсырмада сіздерге фигуралар берілген. Осы берілген фигуралардың периметрі мен ауданын табыңыздар. Келесі тапсырма оқулықтарыңыздағы 6-шы тапсырма. Берілген сөз есепті мұқият оқып, шешуін және жауабын анықтаңыздар. Және осы есепке кері есеп құрастырып, оны шығарыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.